Солай, бүгін сіздерге бір видео, яғни микрофонға заказ берейін. Мынандай микрофон Wi-Fi мен істейтін. Яғни астында несі бар, шнуры жоқ микрофон. Мен мына жақта историяда таңдап қойған. Соны қазір тапсырыс беретін боламыз. Мына жаққа кіреміз, мына жерге жазамыз. Историяда бұл жерде тұратындар. Қайсысын көрдіңіз, соның бәрін көріп шыққандарыңыз осы жерде тұрады барлығы. Осы жерден ұнағанын өзіңізге таңдасаңыз болады, таңдап сатып алсаңыз болады. Маған қазір мына ең үстінде тұрған осы соны көргенім ұнады. Яғни бұл жерде жаңағы сөйлеп дауысын шығарып, және ұзақтан түсірген кезде қалай шығады дауысы, соның бәрін көрсеткен. Мына қыз осыған қойып көрейік. 它的传输范围可以达到30到50米左右，即插即用，360度全指向拾音，加上高密度防喷海绵和高厘米拾音麦头，领夹设计，佩戴方便。下面我给大家展示一下它的效果。它可以给你带来更好的直播效果，吸引更多粉丝。这款麦克风呢，不仅在室内表现十分优秀，在室外表现也很不错。现在是我距离接收器差不多15米左右的效果。现在是我距离接收器差不多30米的一个效果，音质还是非常清晰的。现在是我取下麦克风的效果，大家可以感受一下。现在是我用麦克风的一个效果，可以看出来降噪效果还是非常明显的。 осылай дауыс жақсы шығады екен, нормально. Яғни алыстан жақыннан сөйлеп көрсетілген да. Осы наушник жаңағы микрофонға дауысын сатып алғалы жатырмын да. Так, көрейік. Мына жерде Type-C екен. Маған керегі мынаған көрейік, шыққан Type-C. Осыны заказ берейін деп жатырмын, осыны. Осыдан маған бір штук. Так, бұл жерде минимум 2 штук деп қойыпты да. Қазір енді бұл Қытайдың ішіндегі еді. Қытайлардық арналған. Және мына жерде мына кнопканы бассаңыздар глобальный, яғни басқа шетелдерге арналған, яғни бір штуктап сатып алуға мүмкіндік бар осы жерде бассаңыздар. Енді ол барлығында емес, барлық магазин оны қосып қоймайды. Кейбір магазиндер солай қосып қойады. Аз көрейік, мен қосып қойған ба, қосып қоймаған ба екен. Бір штук. Так. Сатып алу деп басамыз. Так, бізге Type-C да, Type-C. Осы керек, бір штук. О, міне кетті. Бір штуктап сатып алу болады екен. Яғни осы жақтан сатып алу болады бір штуктап. Аз көрейік. Так, міне жалпы доставкасымен 33 юан болады екен. Мен бір штук деп тұр. Жалпы суммасы 33 юан болды да. Бір штук. Тапсырыс береміз. Тапсырыс беру деген басамыз. Жалпы сумма 33 юан. Бұл жерде білесіздер, картадан төлей алмайсыздар, тек немен ғана. Alipay ақшаға толтырған, юанға толтыру арқылы төлеп жасайсыздар. Төлеу деп басамыз. Alipay ашылады. Төлем түрін таңдайсыз. Alipay. Мына жерде басамыз. Бұл жерден төлем паролін сұрап жатыр. Төлем паролін төлеміз. Болды, міне уже төленді. Тапсырыс берілді. Енді келуін күтеміз. Келген кезде міндетті түрде сіздерге сапасын тексеріп көрсететін боламын. Арнаға жазылып, комментарийға сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып кетсеңіздер болады. Осы видеоны таратыңыздар, басқа достарыңыздар осы Қытай арқылы осы видеоларды көру арқылы үйреніп, өздері тапсырыс беріп, арзан бағада заттарды алдырсын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.